Тестіміздің 11-ші бөлімін бастаймыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Ерік дегеніміз не? Ерік дегеніміз жауабы ырықты әрекет. Ерік дегеніміз ырықты әрекет. Келесі сұрақ. Табиғи даярлық бұл жауабы темперамент. Табиғи даярлық бұл темперамент. Келесі сұрақ. Ойлаудың негізі әрі нәтижесі жауабы әрекет. Ойлаудың негізі әрі нәтижесі жауабы әрекет. Келесі сұрақ. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет жауабы ойлау. Қайталаймыз. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет ойлау. Келесі сұрақ. Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы жауабы балалар психологиясы. Қайталаймыз. Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы жауабы балалар психологиясы. Келесі сұрақ. Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет жауабы қабілет. Қабілет. Қайталаймыз. Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиетті біз қабілет деп атаймыз. Әрі қарай. Ежелден ойлау проблемасымен шұғылданған ғылым жауабы философия. Қайталаймыз. Ежелден ойлау проблемалармен шұғылданған ғылымды біз философия деп айтамыз. Келесі сұрақ. Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған жауабы Эббингауз. Эббингауз. Қайталаймыз. Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған жауабы Эббингауз. Келесі сұрақ. Жеке адамға қатысты мен ұғымының мәні жауабы өз қадірін сезе білу. Қайталаймыз. Жеке адамға қатысты мен ұғымының мәні жауабы өз қадірін сезе білу. Келесі. Ойлау процесінің соңғы нәтижесі жауабы принциптер айқындалады. Принциптер айқындалады. Ойлау процесінің соңғы нәтижесі принциптер айқындалады. Келесі сұрақ. Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі жауабы ұмтылыс. Ұмтылыс. Қайталаймыз. Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңін біз ұмтылыс деп атаймыз. Келесі сұрақ. Әрбір топпен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағытын біз этникалық психология деп атаймыз. Қайталаймыз. Әрбір топпен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағыты жауабы этникалық психология. Келесі сұрақ. Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау жауабы қабылдау. Қайталаймыз. Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау жауабы қабылдау. Келесі сұрақ. Ойлау дегеніміз жауабы шындық қорытындысы. Шындық қорытындысы. Ойлау дегеніміз шындық қорытындысы. Келесі сұрақ. Жалқыдан жалпыға әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесті біз ойлау деп атаймыз. Ойлау. Қайталаймыз. Жалқыдан жалпыға әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесті біз ойлау деп атаймыз. Әрі қарай. Темперамент сөзінің шығу тегі жауабы красис деген грек сөзі. Красис деген грек сөзі. Темперамент сөзінің шығу тегі красис деген грек сөзі. Келесі сұрақ. Персонализация дегеніміз жауабы
өз ерекшелігін тану. Персонализация дегеніміз өз ерекшелігін тану. Әрі қарай. Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам холерик. Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам жауабы холерик. Келесі. Дара адамның өзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесін біз идентификация деп атаймыз. Идентификация. Тағы да қайталап жүрейік. Дара адамның өзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі идентификация деп аталады. Келесі сұрақ. Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні жауабы құмарлық. Қайталаймыз. Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні құмарлық. Келесі. Ес процесінің мәні жауабы өткен тәжірибе процесін жаңғырту. Өткен тәжірибе процесін жаңғырту. Ес процесінің мәні жауабы өткен тәжірибе процесін жаңғырту. Келесі сұрақ. Маслоу негіздеген психологиялық бағыт гуманистік. Маслоу негізделген психологиялық бағыт жауабы гуманистік. Әрі қарай. Көз қорқақ, қол батыр мәтелінің мәні жауабы бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру. Қайталаймыз. Көз қорқақ, қол батыр мәтелінің мәні жауабы бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру. Әрі қарай. Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер жауабы түйсік, қабылдау. Қайталаймыз. Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер жауабы түйсік және қабылдау. Келесі сұрақ. Зейін дегеніміз жауабы сана шоғыры. Зейін дегеніміз сана шоғыры. Әрі қарай. Холерикке тән мінез бітісі жауабы жүректілік. Холерикке тән мінез бітісі жауабы жүректілік. Келесі сұрақ. Ерік күшінің негізі жауабы жан толғанысы. Ерік күшінің негізі жауабы жан толғанысы. Әрі қарай. Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор жауабы қоғамның жоғары даму дәрежесі. Қайталаймыз. Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор жауабы қоғамның жоғары даму дәрежесі. Келесі сұрақ. Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау жауабы қабылдау. Қайталаймыз. Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау жауабы қабылдау. Келесі сұрақ. Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз жауабы қоғамдық мән. Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз жауабы қоғамдық мән. Әрі қарай. Бала өте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі. Ызақор, ашушаң, тез қозғалыстарынан байқалады. Жауабы холерик. Баланың темпераменті жөнінде айтып жатыр ғой. Қайталаймыз. Бала өте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі. Ызақор, ашушаң, тез қозғалыстарынан байқалады. Жауабы холерик. Келесі сұрақ. Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен, олардың әлсіз қозғалысымен тең инерті жауабы холерик. Байқадыңыз ба, сұрақтар қиын. Мысалға, жауаптары бірдей, бірақ сұрақтары әртүрлі болуы мүмкін да. Қараңызшы. Мұқият тыңдаңызшы. Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен,
олардың әлсіз қозғалысымен тең инертті дейді. Жауабы холерик. Келесі сұрақ. Қабылдауға дивергенция процесінің мәні. Жауабы бөліп қабылдау. Қабылдауға дивергенция процесінің мәні. Жауабы бөліп қабылдау. Келесі сұрақ. Түйсік дегеніміз. Жауабы элементтер бейнесі. Түйсік дегеніміз. Жауабы элементтер бейнесі. Әрі қарай. Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерін қалыптасуына негіз. Жауабы қоғам қолдауы. Қайталаймыз. Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз. Жауабы қоғам қолдауы. Келесі сұрақ. Ойды сезімдік негізбен сөзді өрнектен бөліктеп тазаруды реттеуші философиялық бағыт. Жауабы сенсуализм. Сенсуализм. Қайталаймыз. Ойды сезімдік негізбен сөзді өрнектен бөліктеп тазаруды реттеуші философиялық бағыт. Жауабы сенсуализм деп аталады. Келесі сұрақ. Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы. Жауабы теориялық ой. Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы. Жауабы теориялық ой. Әрі қарай. Ерік күшіне ие адам көрсеткіші. Жауабы іс нәтижесі. Ерік күшіне ие адам көрсеткіші. Жауабы іс нәтижесі. Келесі сұрақ. Ниеттелмеген қабылдаудың себебі. Жауабы сыртқы орта ықпалы. Ниеттелмеген қабылдаудың себебі. Жауабы сыртқы орта ықпалы. Келесі сұрақ. Төменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады? Жауабы ассоциация, корпорация, диффузды. Қайталаймыз. Төменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады? Жауабы ассоциация, корпорация, диффузды. Келесі сұрақ. Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы. Жауабы сеп түрткілер күресі. Сеп түрткілер күресі. Қайталаймыз. Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы. Жауабы сеп түрткілер күресі. Келесі сұрақ. Мінез қалыптасуындағы басты шарт. Жауабы өмірлік мақсат нақтылығы. Қайталаймыз. Мінез қалыптасуындағы басты шарт. Жауабы өмірлік мақсат нақтылығы. Келесі сұрақ. Кіші топтарда орын алмайтын, ал үлкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын. Жауабы салт дәстүр, дін және тіл. Қайталаймыз. Кіші топтарда орын алмайтын, ал үлкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын. Жауабы салт дәстүр, дін және тіл. Келесі сұрақ. Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді. Жауабы қатынастар өрісіне дейді. Қайталаймыз. Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді. Жауабы қатынастар өрісіне дейді. Негізі сұрақтар қиын. Байқасаңыздар, е? Сөйлемнің сұрақтың өзі бір шимайланған ба, сондай болып көрініп тұр маған. Келесі сұрақ. Эмоция дегеніміз бұл. Жауабы уақытша кейіп. Эмоция дегеніміз бұл уақытша кейіп. Келесі сұрақ. Ағзадағы сары өттің көп болуына сәйкес тип. Жауабы холерик. Ағзадағы сары өттің көп болуына сәйкес тип. Холерик. Келесі сұрақ. Ұстамды бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін тип. Жауабы флегматик. Флегматик. Ұстамды бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін тип. Флегматик. Келесі. Қанның пропорциясы көп болса. Жауабы холерик. Қанның пропорциясы көп болса.
холерик. Жауабы, флегматик бұл ұстамды, байсалды адам. Флегматик бұл ұстамды, байсалды адам. Келесі сұрақ. Астеник типті тұлғаның басты мінез бітістері. Жауабы, тұйық, ойшыл. Астеник типті тұлғаның басты мінез бітістері. Жауабы, тұйық және ойшыл. Келесі. Көңіл күйі оңай ауысатын, ықпалы түсіп кетуге бейім. Жауабы, тұрақсыз. Тұрақсыз. Қайталаймыз. Көңіл күйі оңай ауысатын, ықпалы түсіп кетуге бейім. Жауабы, тұрақсыз. Келесі. Күшті пропорция қара өтте болса, ол холерик болады. Күшті пропорция қара өтте болса, ол адам холерик. Әрі қарай. Күшті қозуы тежелуінен басым, ол да холерик. Күшті қозуы тежелуінен басым, холерик. Әрі қарай. Негізгі шынықтыру шараларын өздігінен орындай алады. Жауабы, кешіріңіз, жоғалтып алдым қазір. Негізгі шынықтыру шараларын өздігінен орындай алады. Жауабы, мектеп алды жас, яғни 5 жастан бастап. Қайталаймыз. Негізгі шынықтыру шараларын өздігінен орындай алады. Мектеп алды жас, яғни 5 жас. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі жас, ол 3 жастан 6 жасқа дейінгі кезең. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі жас. Жауабы, 3 жастан 6 жасқа дейінгі кезең. Келесі сұрақ. Кіші жас 2 жастан бастап. Жауабы, жеке бас гигиеналарын алғашқы дағдыларын меңгереді. Кіші жас, яғни 2 жастан бастап балалар, жауабы, жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгеру керек. Келесі сұрақ. Денсаулық білім беру саласының мақсаты. Жауабы, денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған бала тәрбиелеу, өз денсаулығына саналы түрде қарауды қалыптастыру. Қайталаймыз. Денсаулық білім беру саласының мақсаты. Жауабы, денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған бала тәрбиелеу және өз денсаулығына саналы түрде қарауды қалыптастыру. Келесі сұрақ. Кіші жас, яғни 2 жастан бастап. Жауабы, жүгіру, жүру, секіру алғашқы дағдыларын меңгереді. Кіші жас 2 жастан бастап. Жауабы, жүгіру, жүру, секіру алғашқы дағдыларын бала меңгеру керек. Келесі сұрақ. Ересек жас, ол 4 жастан бастап балалар. 4 жастағы балаларды айтады. 4 жастан бастап. Қайталайықшы. Ерекше жас 4 жастан бастап. Жауабы, балалар нені меңгеру керек? Мысалға, нені білу керек деп тұр ғой енді сұрақ. Жауабы, гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі. Гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі. Қайталаймыз. Ересек жас 4 жастан бастап. Балалар гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі. Осы бөлімдегі соңғы сұрақ. Жеке оқу жоспары. Жауабы,
үлгілік оқу жоспары негізінде қажеттікті ескере отырып, педагогикалық психологиялық қолдау қызметі оқу жоспары. Қайталаймыз. Жеке оқу жоспары дегеніміз жауабы үлгілі оқу жоспары негізінде қажеттікті ескере отырып, педагогикалық психологиялық қолдау қызметі оқу қызметінің оқу жоспары. Не осындай. Қайталаймыз соңғы сұрақтағыда. Жеке оқу жоспары дегеніміз үлгілік оқу жоспары негізінде қажеттікті ескере отырып, педагогикалық психологиялық қолдау қызметінің оқу жоспары. Жарайды, міне осымен 11-ші бөлім. Алда әлі жұмыс өте көп. Осы бөлімдерді толық меңгеріп алыңыздар, құрметті ұстаздар, және де міндетті түрде подписаться деген сөзді басып, қасындағы колокольчик қоңырауды басыңыз. Неге деп сұрайсыз? Өйткені әр жаңадан шыққан бөлім шыққан сайын, YouTube-қа мысалы жүктеген сайын, автоматты түрде колокольчик басқан адамдарға ұялы байланыс телефондарына хабарлама келеді. Міне 11-ші бөлім шықты деп, мысалы 12-ші, 13-ші және солай. Сол кезде сіз әрдайымда осы жаңа шыққан бөлімдерде хабардар болып, хабарын біліп отырасыздар. Ал мен болсам сіздерге сәттілік тілеймін. Егер видео сіздерге ұнаса және де осы видеодан жақсы бір ақпарат алсаңыздар, лайк қойыңыз, ол маған әрі қарай жұмыс істеуге үлкен стимул. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.